Бүгін сәрсенбінің сәтті күні. Біздер Әдөшпен сыртқа серуенге шықтық есік алдына. Күн тамаша. Мен әлі мырқырап жүрмін. Бүгін Әдөшке аяқ киім кигізбедім, өйткені аяқ киімін өзі шешіп тастай береді. Бәрібір жүрмейтін болғасын. Әдөш, әдекай. Шірекім. Әдөш екеуміз сыртқа шығайын деп, киініп, арбамызға отырып, толтырып, заттарымызды шығып атсақ, біздің лифт жасамай қалыпты. Бірақ Құдайға шүкір осындай слингім бар. Біздер атамыздың туған күніне жиналып жатырмыз. Әдөшім ауырып қалды. Вирус. Сондай біздің жағдайымыз. Баланың ауырғаны өте жаман. Осылай мұрнымыздан боқ ағып, тәбетіміз нашарлап, сүмірейіп отырмыз. Әдөш екеуміз үйдеміз. Папамыз жұмыста. Әдөште қызу бар. Күн ұзағына қызу болды. Қазір кешке қарай кішкене қойды.
Папа ма? Кім, әкешің келді ма? Уже қуанып отыр папасы. Қуанып отыр. Сөйтіп олай қылған. Өскен ба дикон? Мына өткендегі екеумізге ұнаған песто ғой. Мынаусы. Мынаусы Ариева, есіңде ме? Біздер осыны заказ бергіміз келді, бірақ ингредиенті ма бірдеңесі болмай қалды ғой. Есіңде ме? Сосын мынандай. Қандай екен? KFC-мен айырмашылығы бар ма екен? Яғни айырмашылығы, я? Екеуі екі дүние. KFC-дікі тіпті басқа, мынау басқа. Үйдікі сияқты да, үйде пісірген сияқты. Томатный соусқа да. Арақса, жұмсақ да. Біз Әдөшпен емханаға жиналып жатырмыз. Әдөшті көрсету керек. Бүгінгі ұйқымыз өте нашар болды. Әдөштің мұрны марқырап, түнімен ұйықтай алмай, дем жетпей, көздері бұлшықтанып, енді ондай бізде тәжірибеде болмаған. Енді дәрігерге баруды ұйғардық, жөн көрдік. Сол дұрыс болар. Көрсетіп алғанымыз, өйткені қызулап тұр қыз. Содан соң біздер нағаш ата әжемізге кетеміз сол жақтан. Әжеміз емханада жасайды. Біздер өзімізбен ылғи алып жүретін нәрсеміз. Біреудің үйіне барғанда ол біздің жүргектер міндетті түрде. Ылғалды майлық, Әдөштің су ішетін паильнигі міндетті түрде енді қызу болғасын. Осындай ибуфенімізді алып жүреміз. Д дәруменіміз, тістері шығып жатыр. Қыздың Камистат, Бипантен айтпақшы. Неше түрлі кремдер алған едім. Баланың жүргектің астына жағуға да, емізгенде бастапқысында неше түрлі кремдер алады ғой. Сондай кремдерде неше түрлісі болды менде. Бірақ осы Бипантенға жететін нәрсе жоқ екен. Бипантен жалғыз бір өзі көп функцияны атқарады.
кылгандан бери эле колдонуп келебиз. Осындай аквалор міндетті түрде алып жүреміз. Сосын мұрнынан боксуратын міндетті түрде бір тамағымызды алып жүреміз, печеньямызды алып жүреміз. Сосын осындай қызу өлшейтінімізді алып жүреміз. Қайда барсақ та. Сосын істейтін ойыншығымызды алып жүреміз. Осындай нәрселерді ылғи баламен болған кезде алып жүру керек. Айдош, көрсет машинаны қалай жүргізесің? Адюкай? Адюкай, көрсет қалай жүргізесің машинаны? Күшті, да? Ой, күшті. Ой, күшті. Осылай шығатын сияқты білетінім, да? Ну, былай. Бәсе сонда. Бұл сонда ма тоқтап тұратын сонда ғой, иә, сонда ғой тоқтап. Тоқтай ма сонда? Иә. Жоқ, тоқтамайды. Тоқтайтын жоқ. Мама, жүр айраншик. Жүр. Кеттік айраншик. Бәкәр. Тісіміз жарып келатыр да, соған қышып мазасызданып, комиссия чақып қойсақ та. Тістеме оны. Қысқаш сияқтысың, жаңа шығып кетқанда. Жүр айраншик. Кеттік. Айраншик, жүр. Айдош, кеттік. Айраншик.